Мына видеоны до конца көріңізші, мощный ақпарат. Мен ютубтағы ең мықты ақша алып келетін 4 салаға анализ жасап көрсетемін. Ең жақсы табыс беретін. Яғни біз ютубтың монетизациясы арқылы, просмотр арқылы $1000 қалай табамыз? $1000, $1500, ну енді 500 мың теңге дейікші, 500 мың теңгені қалай табамыз? Так, бірінші сала, былай істейік. Бірінші сала автокөлік саласы. Машиналарға обзор, машина бағасы, машина краска, мынау ондай осы темада видео түсіретін болсаңыз, 1000 просмотрға берілетін ақшасы $1, яғни миллион просмотр жинайтын болсаңыз, барлық видеоны қосқан кезде, онда $1000 аласыз. Екінші сала тілдер саласы. Тілдер саласы бұл жақта 1000 просмотрға берілетін ақшасы $2, яғни 500 мың просмотр жинайтын болсаңыз, онда $1000 табасыз. Үшіншісі бизнеске қатысты, үйлерге обзор жасау, осы темаға қатысты видео түсіретін болсаңыз, онда ол жақта 1000 просмотрға берілетін ақша $3. 333 мың просмотр жинайтын болсаңыз, $1000 табасыз. Төртіншісі, ең жоғарғысы, ең мықты ақпарат, ең мықты YouTube каналдардың бірі, ол инвестиция, акция, жалпы ақша, биржа, осы темада ақпарат беретін болсаңыз, онда 1000 просмотрға берілетін ақшасы $4. Ойлаңызшы, ол жақта бір 250 мың просмотрдың өзі барлық видеоны қосқанда 1000 просмотр болады. Өте әдемі. Осы темаға жақын болатын болсаңыздар, онда осы саланы ертерек бастаңыздар. Әлі конкурент жоқ. Өте конкурент болғанда да бір 4-5 адам ол конкурентке саналмайды.